Қайырлы күн достар, бүгін біз 2-тоқсан бойынша 10-шы сыныптың номер 2 БЖБ-ны талдап өтейік. Кинетика бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Ал бірінші сұраққа назар аударыңыздар. 10 секунд ішінде А затының концентрациясы 3,105 моль на литрден 3,10 моль на литрге өзгерді. А заты бойынша реакция жылдамдығының орташа мәнін есептеңіз. Міне, есептің берілгенін жазып қойдым. С1, С2, С бізде белгілі, табу керек В. Шешілуі осы формула арқылы дельта С тең С2 минус С1. Осымен біз дельта С-ны тауып аламыз. Ал В-ны табу үшін минус дельта С бөлінген дельта Т. Дельта болғандықтан минус кетіп қалады. Және дельта С бізде 0,105 моль на литр болды. Оны бөлеміз 10 секундқа. Жауабы болады 0,05 моль на литр көбейтілген секунд. Соңғы өте оңай. Жай ғана екі формуланы қолдана отырып есептің мәнін таптық. Келесі тапсырма. Әрекеттесуші массалар заңының мәнін мына реакциялар үшін жазыңыз. Жалпы химиялық реакция жылдамдығының концентрацияға тәуелділігі әрекеттесуші массалар заңымен анықталады. Бұл жерде бізде А қосу Б тең С. Дәл осы реакциялар беріліп тұр. Енді ең алдымен осы жазып кетейік формуласын. Қандай теңдеу арқылы жазылады? Бізде В. Қайда? Міне. В тең К бізде жылдамдық тұрақтысы С А, С Б. Жалпы бұл А плюс С Б шығаратын өнім С. Осы реакция бойынша жазылатын константа. Енді біз осыған келтіреміз. Сіздерде NO қосылған хлор 2 алған затымыз NO хлор. Осының әрекеттесуші массалар заңының мәнін тауып өтейік. К, С, NO, С, жақшаның ішінде хлор. Бұл біріншісі. Ал екіншісі жоғарыға жазайын. К, С, кальций, С, СО3 болады. Түсінікті? Осы екеуін жазсаңыздар болды. Міндетті түрде әрекеттесуші массалар деп тұр. Біз әрекеттесуші заттардың массалар заңының мәнін осы реакция үшін жазып кеттік. Келесі реакцияның температуралық коэффициенті 2-ге тең. Химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді? Егер температураны 35 градус Цельсийден 65 градус Цельсийға дейін арттырса. Берілгені міне жазып өттік. Шешілуі. Жай ғана бір формулаға салып есептейсіздер. В1 бөлінген В2. Жылдамдығы бізде 2. Дұрыс па? Коэффициенті 2. Степень ретінде 65 минус 35 Т2 минус Т1 бөлінген 10. Осының мәнін тауып аласыздар. Ол 3-ке тең болады. 2 3-ші дәрежеде бізде 8 2 куб, ол 8. Жауабы 8 болады. Түсінікті? Міне. Осыны скрин жасап алсаңыздар болады. Әрі қарай 14-ші тапсырма 10 градус Цельсий температурада қандай да бір реакцияның жылдамдығы 1 моль на литр көбейтілген С-ны құрайды. Егер
температуралық коэффициент 2-ге тең болса, осы реакцияның жылдамдығы мен уақыты арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз. Енді жаңағы бірінші есептің формуласымен алып келетін болсақ, дельта С бөлінген дельта Т. Бізде мұнау белгілі, ол 1 мольға тең. Дельта Т 10 секундқа тең. Демек, дельта С қанша болады? Және егер де коэффициент бізге 2-ге тең болса, жаңағы екінші есептің формуласымен шығарып көрейік. Коэффициент бізде 2-ге тең. Т2 минус Т1 бізде 10. 10 бөлінген 10, 1. 2 бірінші дәрежеде 2. Демек, бізде В 2-ге тең. Сонда, мына варианттарды қарайық. 20. Демек, 2-ге тең болған кезде 20-да 1 моль болады. 20 1 мольға алып келеді екен. Түсінікті ғой, дәл осылай логика бойынша есептеп шықсаңыздар да, ойша есептеп шықсаңыздар да болады. Осы екі формулаға сала отырып, ол жаңа бірінші және екінші есепте қарастырып кеттік. Жалпы кинетика бөлімі бойынша жиынтық бағалау осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментария қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке Әлібекқызы химия онлайн арнасында. Қош сау болыңыздар.